Шайзада Гүлназ Асхатқызы 2003 жылы 8 қаңтар күні сыр елі, жыр елі Қызылорда қаласында дүниеге келдім. Бала күнімнен ұстаздар отбасында өскендіктен мұғалім боламын деп өстім. Бала арман жетелеп 2017 жылы Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің қазақ тілі және әдебиеті факультетіне оқуға түстім. Білімім мен біліктілігімді жетілдіру үшін Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде жоғары оқу орнын тәмамдадым. Қазіргі таңда нөмірі 81 Астана English School халықаралық мектебінде ұстаздық жолымды үлкен үмітпен және ынтамен бастаудамын. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту бұл жай ғана тіл үйрету емес, елін сүйетін, мәдениеті мен әдебиетін қадірлейтін ұрпақ тәрбиелеу ісі. Жас ұстаздар қоғамдағы өзгерістердің қозғаушы күші. Сондықтан жаңашылдық пен креативтілік біздің алдымызға қойылған басты талап. Оқушылардың қызығушылығын ояту үшін әртүрлі белсенді әдіс-тәсілдерді, ойын элементтерін, ақпараттық технологияларды қолданып отырамын. Ұлы ғұлама Ахмет Байтұрсынов 20 ғасырда ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика мен методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім деген екен. Педагогикалық қызметті ең алдымен атаның емес, адамның баласын тәрбиелеуді. Оған бүгін білім беру арқылы елдің ертеңін көрегенділікпен қалыптастыруды көздеген дана қызмет деп білемін. Мектептің жүрегі саналатын ұстаздық мамандықты таңдаған мен үшін ең бастысы еліміздің ертеңгі ұлы тұлғаларын дайындауға бүгін үлес қосу.